Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен кептірілген жемістер туралы сөйлесетін боламыз. Сіз білесіздер ме, осы кептірілген жемістер жумай жесеңіз қалай сізді улайтынын? Неліктен кептірілген жемістерді жуу керек? Себептер жеткілікті. Бірінші, құрғақ жеміс қоршаған ортамен қолданар алдындағы қаншама өңдеуден өтеді. Су арқылы кір жуылып кетеді. Сондықтан міндетті түрде сіздер құрғақ жемістерді қолданар алдында жуу керек. Екінші, жемістер сақтау мерзімі ұзақ болу үшін химиялық обработкадан өтеді. Сумен жуу арқылы өңдеуден барлық химияны жуып тазалап аласыз. Үшінші, кейбір кептірілген жемістер, атап айтқанда қара өрік, алма, кептірілген өрік және мейізді өңдеу кезінде әртүрлі консерванттар қосылады. Бұл калий сорбаты және натрий бензаты. Олардың саңырауқұлақтар мен ашытқылардың пайда болмауы үшін қолданады. Көбінесе кептірілген жемістерді өңдеу үшін күкірт диоксидін қолданады. Бұл адамның тыныс алуына өте улы газ. Ол күкірт ұнтағын тұтату арқылы шығарылады. Кептірілген жемістерде күкірт диоксиді мөлшері шамалы және денсаулыққа мүлдем қауіпсіз деп айтып жатады. Бірақ сонда да бұл тағы бір себеп болып саналады. Ғалымдардың көптеген зерттеулері бойынша суға малынған кептірілген жемістердің денсаулыққа пайдалы екенін көрсетті. Қалай жасаймыз? Ең бірінші, жылы суға жарты сағат кептірілген жемісіңізді салып қоясыз. Осы уақытта жемістеріңіз жібиді. Бұл жібіген жеміс түрі бұзылды деп қорықпаңыз. Ол бұзылғанымен түрі, оның сіздің асқазаныңызға таза болып барады. Сондықтан міндетті түрде осы әдісті қолданыңыз. Осы уақыт ішінде күкірт диоксиді еріде және суға түседі. Содан кейін оны төгіп тастау керек. Ал өнімнің өзін ағынды суға тағы бір рет жуып алу қажет.